құбылыстардың бірі. Рухани жан дүниемізге демеу беретін, адами қасиеттерімізді арттыратын да осы кітап. Тәрбиеміздің бастауы ертегі жыр дастандарымыздан бүгінгі ұрпаққа кітап болып жетті. Ұлы Абай айтқандай, пайда ойлама, ар ойла, талап қыл терең білуге, артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге деген сөзінде үлкен мән жатыр. Құрметті балалар, мен сіздерді поп-ап ғажайып кітап түрімен таныстырғым келеді. Алиса ғажайыптар әлемінде деген кітапқа назар аударыңыздар. Сіздер көріп отырғандай, кітап ертегіні шынайы сезінуге мүмкіндік береді. Кітаптың ерекшелігі оның құрылымында. Кітапта нысандар сурет түрінде емес, көлемді жылжымалы сюжет ретінде берілген. Поп-ап кітаптарын оқып қана қоймай, оны шынайы көре аласыздар. Әңгіменің мәтіні арқылы оның мазмұнына терең бойлайсың. Бұл Роберт Сабуда ойлап тапқан кітаптар. Осындай бір кітап шығару үшін 11 айдай уақыт қажет екен. Кітаптың жаңа бетін ашқан сайын ертегінің жаңа оқиғаларына тап боласың. Осы таңғажайып кітаптар әлемін бірге тамашалайық.